кәдімгі орташа. Орташа қандай көнші? Қалай мамандығыңыз? Орта мектеп қой да? Хорошо, түсіндім. Танысайық, қалғандармен тағым келіп. Мен жеке кәсіпкермін, қоғамдық кеңесте облыстық мәслихат депутаты әзірленді боласыз. Қайда тұрасыз? Маңғыстау шөпті. Келесі. Имамбет Мұхамбет, Шпегұлы, Еккен Олы, Чик кәсіпкер, білім жоғары. Мамандығыңыз қандай? Мамандығым заңгер. Кешім өтем, Арыстанбек мырза сіздің мамандығыңыз қандай? Жоғары. Мамандық инженер-механик. Қазір жеке кәсібім мал шаруашылығымен айналысам, Қазақстан фермерлер қауымдастығының төрағасының облысы. Менің есімім Қалбай Жолдабай, Маңғыстауында тұрамын, мұғалім боламын. Ассалаумағалейкум. Есімім Есет Асылбек, Шерғал ауылында тұрамын. Білімім жоғары, темір жолшы және мұнай саласында. Өзім қазір солтүстік терминалында жұмыс жасаймын. Аға диспетчер. Уалейкум ассалам. Мен аты-жөнім Қожа Ахметов Әбдіғали. Мен Қызылтөбе деген ауылда тұрамын. Білімім, орта білімім бар, осы мекемелерде қазір жұмыс жасап, қазір мен пенсиядамын. Осы бір ай болды пенсияға шыққаныма. Орта білім бауы кешім өтіне, орта білім болғанда мектеп пе, орта арнаулы білім? Арнаулы білімім де бар, бірақ менде жоғары білім де бар. Жоғары біліммен мен ол мамандық бойынша жұмыс жасамағасын айтпай тұрмын. Бұлай жоғары білім. Арнаулы біліміңіз қандай мамандық? Инженерский. Ал сосын осы мен де осы жаңа ғана кісі болсам, осындай жиналыстарда айқайласып, осындай неменен жүргеннен кейін осы тек жаңағыдай болып айқайлап жүрмей, осылармен бірге осындай недерге қатысайын, осының арасында болайын деп, осы азаматтардың бәрі де, Асылбек те, Әлекең де, Венера апамыз да, Алекең де бәрі мұқанда осы елдің шаруасымен жүгіріп жүрген азаматтар бұрындарында. Жүзінде көреміз ғой, сұрақтар қоямыз, орындалуын, жүзінде орындалуын талап етеміз. Бар күш қайраттарымызды білімімізді енді іс жүзінде көргіміз керек. Барлығы 19 адам. Қомтаға тұра тұрыңызшы. Енді қара, басымызда 45 мың хат тұрады. Енді оған келе атырмыз. Қомтаға келе атырмыз соған. Қоя тұрыңыз. Соған. Қоя тұрыңыз соған. Басқа ауылдың адам келген Бір адам келіп болсын аға. Соған келе атырмыз, кішкене шыдай тұрыңызшы. Басқұлтан ауылының адамдары бар. Мен видеоға түсірем, отырмаймын мен. Видеоға түсірем. Мен видеоға түсірмін. Желкеңізде тұр ғой міне, желкеңізде екі жақтан желкеңнен. Басқұлтан ауылының Кім о, қайсы? Ибрашев Ерлан дейтін жігіт. Біздің Басқұдықтан кім келіп тұрған? Ибрашев Ерлан дейтін, бүгін ол дейтін жұмысымен жаңағы вақтовый метод, сол жұмысына байланысты. Енді вақтовый методтарды алмай қойсаңыз болатын еді онда. Не керегі бар? Вақтовый метод, егер біздерге любой кезде келе алмайтын болса. Кеңестің құрамын жасақтайтын ол арнайы комиссия. Оған мен де араласпаймын, оған басқа әкімдер де араласпайды, арнайы комиссия құрылады. Сол комиссияға неге айтпайсыздар? Вақтовый жұмыс жасап. Танысу кездесу ғой. Кездесу. Ол әлі танысу кездесу келе алмайатырма жұмыстарға қалай араласады? Халықтың атынан соны шығармаймыз. Не үшін комиссия? Комиссия бұл жерде несі бар? Соны айтамыз ғой. Комиссия не біледі? Комиссияға өзіне удобный адамдарды алады. Апа, комиссия ол өздеріне удобный адамды алады. Біздер білеміз, біздерден, потому что 45 адамнан 4 адамды тапсырдық, алмай отыр біздеркін. Нүрекеңді әрең былтыр біздер көтеріледі деп, біреуін бір жылға алды, әрең. Шығып отыр. Жоқ, ол бәрі. Тапсырған адамдардың құжаттары жетіспеген. Басқұлықтан. Мен осы Арухан апаның, осындай белсенді апалардың, ағалардың өткенін мен де қалайын біздің басымызда. Қалаған бөлек, оны кішкене көтермесеп сол. Заңға сәйкес емес енді. Сіз неправильно ақпарат беріпсіз, мен жайлы. Білімі, арнайы білімі жоқ депсіз. Жоқ, сіздің құжатыңыз түгел болмай қалды. Былтырда. Сондай деп айтқан сіз өткен жоқ. Мына жылы документі кеміс болды деп отырсыз. Комиссия төрағасы комиссияны бастаған кезде алдында тұрды. Bir ғана справка еді, ол да тұрдық алдында. Комиссия басталып болған кезде бойынша заңда жазылған сылталаттыңыз сіздер. Енді ол зат өтіп кетті, бірақ дұрыс емес. 45 мың адамнан 4 адам алуларыңыз керек еді. Енді бір адам шығарып отырсыз, онда біз танымаймыз. Иә. Қашан танысамыз?
Дулат, сенің